Білесің бе, кейде адам өз сезімін өзі түсінбей жүреді екен. Мен келінімді бұрын жақсы қояқ құба, нәзік, биязы деп ойлаушы едім. Ұлым бақытты болса болды деп жүрдім. Бірақ ішімді бір нәрсе түткілеп тұратын. Жымиып тұрып сөйлейтіні бар ғой, сырт көзге сыпайы, мәдениетті. Бірақ соның бәрі бір жасандылық сияқты көрінетін. Мен өзім үндемейтін адамын, бірақ ішім сезеді. Адамның көзінен бір нәрсені аңғарасың ғой. Сол жанарында бір суықтық бар еді. Сөйтіп жүріп бір күні өз құлағыммен естідім. Ұлымды тоқал алуға итермелеп жүр екен дейді. Екі әйел ұстаған дұрыс, ер адамның өрісі кең болу керек деп шошытып жатқан көрінеді. Әлде қайдан естіп, кімнен үйреніп алған сол сөзді? Өзімнің жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Жас жігіт қой, бос әңгімемен әсерленген шығар деп өзімді жұбаттым. Бірақ келіннің қылығына қарасаң, бәрі соған барып тіреледі. Өзі тым сыпайы, тіпті шамадан тыс. Бір нәрсені сұрасаң, «Иә, мама, жарайды мама» деп жымияды. Киімін де жинақ қығыл киеді. Ас үйге түскенде де бәрін әдемілеп қояды. Бірақ соның бәрі, білмеймін, тым жасанды сияқты. Нағыз адам ондай болмайды. Яғни, болып тұруы мүмкін, бірақ менің ішім қабылдамайды. Әрі қарай бақыласам, әр әрекетінің артында бір есеп жатқанын сеземін. Бірде шай ішіп отырғанда менің алдыма кесе қояды да, ұлымның алдына ең жақсы кесені қойып, өзіне әдейі ескірек кесені алады. Мен қарапайыммын, мен одан төменмін дегендей боп. Бірақ сонысы маған ұнамайды. Өзіңді тым төмен ұстаған адам бір күні биіктен секіреді дейді ғой. Баяғыдан қалған сөз, және дұрыс сөз. Содан кейін байқаймын, ұлымды да бөлектеп алады. Әңгімелесіп отырған жерімізге кіріп келіп, болды ма енді дегендей көз тастайды. Сыпайы тұрған қалпы, бірақ ішінен бір қақпақ ашылмай тұр. Бірде мен ұлыма бір кеңес айттым. Әйелмен жұмсақ сөйлес, бірақ отбасы деген екі жақтың да тәрбиесі. Сол кезде келін есіктің жанында тұрып қалған. Мен оған қарамадым, бірақ оның демінің аузына тығылғанын сездім. Көңіліне бірден тиді. Сол күннен кейін келін маған бұрынғыдай емес, тіпті тым жақсы боп кетті. Шектен тыс. Бөлмеме кіріп, сізге шай жасап берейін бе, мама? Сіздің денсаулығыңыз қалай деп жапырлай береді. Соншама жылы сөйлеген сайын менің ішім кеуіп барады. Себебі ол сөздер шын емес. Шындықтан гөрі өтірікке толы. Өтірік сыпайылық та адамды қаштады екен. Тағы да бір әңгіме шықты. Жеңгем естіпті. Келіннің бір құрбысына, екі әйел болса бір-бірінен бәсекелесіп, күйеуге жақсы қарайды деп айтыпты дейді. Міне, осыны естігенде менің қолым дір ете түсті. Ұлымның өміріне, отбасына, ертеңіне ойыншық ретінде қарап тұрғаным ойлау төзімге салмақ екен. Ал мен не істеймін? Мен анамын. Болған нәрсені ұстап тұра алмаймын. Іштегі сөзді ішке тықсам, өзім ауырып қаламын. Айтып салсам, шаңырақ шайқалады. Айтып салмасам, өзімді жеймін. Осында екі арада жүрмін. Келінім кейде маған қарап отырып, маған еш нәрсе істей алмайсың дегендей көз тастайды. Бірақ өзі байқамайды. Мен үндемеген сайын, менің ішім күшейіп бара жатыр. Көңілдегі ауыр сезімдерден қорықпаймын, тек әділетсіздіктен ғана қорқамын. Бір күні ас үйде екеуміз ғана қалдық. Мен шай құйып отырмын, ол маған тесіле қарайды. Бетінде күлкі, бірақ көзінде мүлде басқа нәрсе. Мама, сіздің ұлымыз бәрібір тоқал алады. Еркектің табиғаты сол ғой дейді, сыпайы үнмен. Мәселе оның айтқаны емес, қалай айтқанында. Мен сөйтіп қалдым. Жан дүниемде бір жіп үзілгендей болды. Сол сәтте мен оған қарадым да. Қызым, әр адамның сөзі өзіне тиеді. Ұлымның тағдырмен ойнау жеңіл іс емес дедім. Ол кішкене тосылып қалды, бірақ артына қарасаң, сол баяғы жасандылық, сол баяғы мен бәрін білемін деген көзқарас. Ұлым кейін, мама, келін сізді ренжітіп алды ма деп сұрайды. Мен оған ашып ештеңе айтпаймын, өйткені ол мен келіннің арасын бұзғым келмейді. Бірақ кейде түн ортасында ойланамын. Бұл келін менің ұлымды өз қолмен адастырса, отбасын білдірсе, онда мен не істеймін? Соған жауап таба алмаймын. Іштей күресемін, өз-өзіммен сөйлесемін, кейде ойланып кетемін.
Келінім мені шын жақсы көрсе, үйдің тыныштығын ойласа, онда неге тоқал мәселесін қозғайды? Неге ер мен әйелдің арасындағы сеніммен ойнайды? Сонда барып түсінген сияқтымын. Ол тым нәзік емес, тым сыпайы емес. Ол тек өз мақсаты бар адам. Ал ондай адамнан сақ болу керек. Мен ешкімге зиян тілемеймін, бірақ әділетсіздікке төзбеймін. Ұлымның болашағын, отбасының тыныштығын қорғаймын. Қорғауға да міндеттімін. Ана деген жай ғана ас үйде шай демдеп жүретін адам емес. Ана үйдің өзегі, сақшысы. Уақыт өте келе мен келінімді бұрын ұнатпаймын деп ойласам, қазір оның мінезін, ойын, ішкі ниетін анық түсіне бастадым. Әңгімесін, қылығын, әр сөзінің астарын ажыратып. Айта берсем көп. Шамасы, осының бәрі менің ішімде көптен жиналып келген екен. Біреуге айтпаған сыр, айтпаған өкпе. Бір кездері келін деп үмітпен қараған адамнан мұндай сөздер есту ауыр екен. Мен қазір ойланып жүрмін. Қалай дұрыс жол табам? Қалайша шаңырақты шайқалтпай бәрін орнына қоям? Қалайша ұлымның шешіміне әсер еткен нәрселерді түсіндіріп, оны ақылға келтірем? Міне, осы сұрақтар мені күнде мазалайды. Сөйтіп жүріп, бір күні түн ортасында ұйқым қашты. Терезенің алдындағы орындыққа отырып алдым. Ай қараңғы бұлттың арасынан анда-санда жылтырап шығады. Өз үйімде отырып өзім жат көрінген деймін. Осы үйдің әр бұрышы маған таныс еді, бірақ соңғы кезде сол таныс бұрыштардың өзі өзгеше боп көрінеді. Әсіресе керін кіріп шығып жүргенде. Жаным тынышталмай қойды да, ас үйге барып шай қойдым. Ыдыс аяқ тып-тыныш. Баяғыда келінім алғаш келген кезде осы ас үйде екеуміз қанша күліп сөйлеп жүріп жинадық. Сонда ойлаймын ғой, мына қыз жақсы адам шығар, сәл ашыла қоймаған болар деп. Ал қазір өзімен өзім сөйлесіп отырған күйім. Шай ішіп отырсам, бір кезде жеңіл аяқ дыбысы естілді. Келінім екен. Ұйқысынан тұрған түрі жоқ. «Мама, сіз ұйықтамадыңыз ба?» дейді. Дауысы сондай нәзік. Бірақ сол нәзіктің артында тұтас бір есеп тұрғанын сезем. «Жоқ, ұйықтай алмадым» дедім. «Бір нәрсе мазалап жүрме?» дейді тағы. «Ештеңе емес, бәрі жақсы» дедім де қойдым. Ол болса, менің алдыма отырып алып, кесе алып шай қиып жатыр. Сондағы құйғаны, әдейі сондай үлгілі келін сияқты көрсеткісі келеді. Мен оған қарап отырмын, ол маған қарап отыр. Екеуміздің арамызда бір сөзсіз тартыс жүріп жатқандай. Содан ол сөз бастады. «Мама, сіз маған бір түрлі қатып қалғансыз» деді. Мен, «Неге олай ойлайсың?» дедім. «Білмеймін, сіз мені жақсы көрмейсіз ғой» дейді. Міне осы жерде мен бір сәтке тоқтадым. Оның жақсы көрмейсіз деген сөзінде неге жақсы көрмей қойдыңыз деген реніш емес. Неге мені толық бағындыра алмай жатырсыз дегендей бір ішкі наразылық бар сияқты. Мен ойланып тұрып. Қызым, жақсы көру бір күнде келетін нәрсе емес. Әр адамның сөзі, ісі болады. Кейде сенің сөздерің мені ойландырады дедім. Ол жымиып. Мысалы дейді. Білгенін істемекші сияқты. Мысалы, тоқал туралы айтатын сөздерім дедім. Осы жерде келіннің қолы бір сәтке тоқтап қалды. Беттің бұлшық етінде кішкентай ғана селт бар, бірақ тез жинады. Оны мен жай ғана қалжыңдап айттым ғой дейді. Қалжыңның да жөні болады дедім. Әркімнің өз ойы бар емес пе, мама? Ер адамға ешкім тыйым сала алмайды ғой дейді. Қара қандай сөз айтатынын. Ер адамды ешкім тоқтата алмайды деп, өзіне тиетін пайдасын ғана ойлап отыр. Мен оның көзінің ішіне тік қарап. Ұлымның басы бос емес. Оның шаңырағы бар, отбасының берекесі бар. Олардың арасына тағы біреу кіріп шығып жүрсе, соның бәрінің түбі жаман дедім. Ол үндемей қалды. Бірақ ішінен бір нәрсе қайнап тұрғаны белгілі. Сәлден кейін орнынан тұрып ыдыстарын жуып бөлмесіне кетіп қалды. Бірақ кетерде маған қараған жанарында бір салқындық бар. Тура көре жатармыз дегендей. Содан бері менің күдігім одан сайын күшейді. Өйткені келін менің көзімше өте сыпайы, әдепті. Ал ұлымның көзінше тіпті менің мамамды сыйлаймын деп көрсетіп тұрады.
Бірақ ұлым жоқ кезде оның жүзі мүлде басқа, екі түрлі адам сияқты. Тағы бір күні болды. Ұлым жұмыстан келді. Келін оған тамақ әзірлеп, қасын сызып, дауысы еріп бара жатқандай сөйлейді. Байқап тұрмын, ұлым басын шайқап, бір нәрсеге ашуланып келген. Бірақ келіні оның жағасына жабысып, жымын қағып, көңілін аулауға тырысады, әдейі. Ұлдың шағым айтып үлгермейтіндей. Кейде ойлаймын, осының бәрін айтып ұлымның құлағын қозғап қояйын ба, жоқ па? Ана адам тұрып алып, ұлына келінін жамандай берсе де жараспайды. Бірақ кей нәрсе бар, айтуға да айтпауға да болмайтын. Жақында бір жағдай болды. Шай ішіп отырмыз. Ұлым, келін, мен үшеуміз. Сөз арасында келін тағы да екеу болған жақсы ғой деп қоя салды. Ұлым жымиып өтті. Бәлкім ол қалжың деп ойлады. Бірақ мен қалжың емес екенін білем. Оның сөзінің әрбірі бір-бір баспалдақ сияқты өз мақсатына қарай. Сол кезде мен шыдай алмадым. Тоқал алу мәселесін неге сонша жиі айтасың, дедім тікесінен. Ұлым бірден маған қарады. Келін болса жүзіне еш нәрсе шығармай. Жай тақырып қой, әркімде бар ғой, дейді. Мен айттым. Отбасы деген ойыншық емес. Ертең біреудің баласы, біреудің бақытын бұзған нәрсе, ертең өзінің шаңырағының да түбіне жетеді. Келін үндемейді. Ұлым да терең ойға батып отырды. Осы әңгімеден кейін келін маған бұрынғыдан да суық боп кетті. Бірақ сыртынан бәрі жақсы. Бетінде күлкі, ішінде басқа нәрсе. Кей түндері өзім іштей күбірлеп отырамын. Құдай-ай, осы үйдің тыныштығын сақтай көр. Баламды бұзып алар бір сөзден, бір ойдан қорға. Бірақ бір нәрсені білем. Қандай жағдай болса да, мен найзағай ойнатпаймын, қол жұмсамаймын. Ешкімге зиян келтірмеймін. Бірақ ақиқатты айтам. Ана жүрегі ешқашан өтірікке көнбейді. Келінім мұны әлі түсінген жоқ секілді. Жарайды, мен енді не істесем болады? Осы жағдайдан қалай дұрыс шығамын? Ақыл кеңесіңіз болса, астына комментарийге жазып кетіңіз.